Барлығыңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін 5 минутта тез желініп кететін рулетті жасайтын боламыз. Бұл дүкеннің рулетінен өте дәмді, және дүкеннің рулетін бұдан кейін алғыңыз келмейтін болады. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма қосылып кетіңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқаға кішкене тұз сеуіп, қанттың жартысын салып, араластырамыз. Қалған қантты сосын салып, әппақ қылып осылай көтереміз миксермен. Жұмыртқа алмасының кішкене бөлігін таза құрғақ ыдысымызға салып аламыз да, сүтпен сұйық майымызды құйып араластырамыз. Сонда майымыз бен сүтіміз толық араласады. Ендігі кезекте ұн мен ванилиннің екеуін араластырып қосамыз. Разрешитель қосса да болады, бірақ қопсытқышты қоссаңыз өте биік болып кетеді. Ал бұл рулет төменде болғаны өте әдемі және ыңғайлы. Жұмыртқа алмасымызға ұнды 2 рет бөліп саламыз да, пешімізді 180 градусқа көтеріп, 10-15 минут пісіріп аламыз. Бірақ міндетті түрде осылай кішкене болсын қызару керек. Өзіңіздің пешіңізге ғана қарайсыз. Бисквитіміз осылай піскен бойда жан-жағын түзеулеп кесіп, қағазға болмаса орамалға осылай орап формаға келтіреміз. Ортасына салмасына крем жағамыз. Оған мысалғы қаймақ пен қантты болады, джем болады, вареньенің де ортасына салсаңыздар болады. Менің жағдайымда сүзбе, қант және сливки үшеуін араластырып, ортасына салма жасайтын боламын. Салмасын дайындап болғаннан кейін бисквитімізді осылай ашып, су мен қантты араластырып, үстіне сеуіп шығамыз. Бұл міндетті емес, бірақ сепсеңіздер өте жұмсақ болып шығады. Ары қарай видеодағыдай осылай орап, өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколад және миндаль жаңғақтарымен әсемдеп, үстіне қант ұнтағын сеуіп шықтым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің YouTube каналымда тағы да басқа осындай тәттілер бар. Сау болыңыздар.